Бүгінгі айтылатын тақырып клиникалық өлім, клиникалық өлімнің белгілері және клиникалық өлім кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек, яғни жүрек өкпе реанимациясы. Жалпы клиникалық өлімді айтпас бұрын мына нәрсені айтқым келеді. Көп жағдайда, яғни табиғат апаты болмасын, яғни жер сілкінісі кезінде бір адамның ес-түссіз жатқанын көрген боларсыздар. Яғни ол адамға келген кезде оның пульсы жоқ, дұрыс дем алмайды, тексеріп қарағанда бұл клиникалық өлімнің басты белгілері. Яғни клиникалық өлім дегеніміз, жүрек қан айналымының тоқтауымен және де тыныс алудың тоқтауымен жүретін өлімнің алғашқы қайтымды кезеңі. Не үшін қайтымды кезеңі? Себебі клиникалық өлім кезінде тез арада алғашқы көмек көрсетсе, яғни жүрек өкпе реанимациясы жасалса, ол адамды қайтарып алуға мүмкіндік бар, яғни тірі қалады. Ал егер клиникалық өлім негізінен 4-6 минутқа дейін жалғасады, одан ары қарай уақыт өтіп кетсе, яғни алғашқы көмек көрсетілмесе, ол биологиялық өліммен жалғасады. Яғни биологиялық өлім ол қайтымсыз процесс. Яғни қайша жерден адамға көмектескенмен де ол адамды тірі алып қалу мүмкіншілігі жоқ. Ал енді осы жерде кішкене сұрақ туындайды, клиникалық өлім мен биологиялық өлімнің қандай айырмашылығы бар деген. Яғни организмде клиникалық өлім кезінде, науқаста тыныс алмайды, дем алмайды, қан айналым жүйесі тоқтайды дегенмен мидың жұмысы әлі істеп тұрады. Яғни ми оттегісіз 4-6 минутқа дейін өмір сүре алады. Яғни тура сол уақытта адамға жүрек өкпе реанимациясын жасаған кезде оны адамды қайтарып алуға мүмкіншілік болады. Ал енді жүрек өкпе реанимациясы дегеніміз не? Жүрек өкпе реанимациясы дегеніміз клиникалық өлім кезінде, зардап шегушіге жасалатын, оны қайтарып алу үшін жасалатын арнайы іс-шара кешені. Ол көпшілігімізге белгілі, жалпы кеуде тұсынан басады, аузынан дем береді, осылай басталады ол. Ендеше клиникалық өлім кезінде дәрігерге дейін қалай көмек көрсетеміз? Алғаш көмекті қалай көрсетеміз? Жүрек өкпе реанимациясын қалай жасаймыз? Сол туралы айтатын боламыз. Жүрек өкпе реанимациясы. Сіз көшеде кетіп бара жатқан кезде бір адамның ес-түссіз жатқанын байқадыңыз. Көпшілік ортада тез арада көмектесіңдер деп айқайлап, сол адамға қарай жақын келеміз. Келген кезде ең алдымен пульсын тексереміз. Содан кейін құлағымыз максималды түрде мұрнына жақындатып, кеуде тұсына қараймыз. Дыбыс шулар естілмейді, тынысы жоқ. Тез арада жанымызда адам болса, жедел жәрдемге қоңырау шалыңыз деп, науқас ес-түссіз, жоғымен жасы 40 жаста, жедел жәрдемге звондаңыз деп айтамыз жанымызда адам. Содан кейін тез арада қысып тұрған киімдерін шешіп, кеуде тұсын төмен бөлігі, төстің семсер тәрізді өсіндісінен 2 саусақ жоғары қолымызды қоямыз. Екінші қолымызды оң үстінен құлып тәрізді қысып, иығымызды тік ұстап, 5 сантиметр тереңдікте компрессияны бастап кетеміз. Минутына 100-120 рет. Енді бұл жерде көпшілік адамдарда мынандай сұрақ туындайды. Неге дем бермейміз? Неге ауыз қуысын тазаламаймыз деген? Ол ең алдыменен жүрек өкпе реанимациясын жасайтын адамның қауіпсіздігі үшін. Ол мүмкін медик болмауы мүмкін, медицина қызметкері болмауы мүмкін. Мүмкін медицина қызметкері болсын, ол көшеде жатқан зардап шегушіні білмейді. Кім екенін, оның қауіпсіздігі үшін болады. Жүрек өкпе реанимациясын жедел жәрдем келгенге дейін тоқтатпай жасаймыз. Жедел жәрдем келгеннен кейін тиісінше қолдан келгенше тағы бірге көмектесеміз. Сол үшін өзіңіздің қауіпсіздігіңізге баса назар аударғаныңыз жөн. Енді жүрек өкпе реанимациясына қарсы көрсетілімдер. Жалпы жүрек өкпе реанимациясы қай кезде жасалмайды? Мәселен, бір апатты аймаққа барған кезіңізде бір адам ес-түссіз жатыр. Барып тексердіңіз.
яғни ол тыныс алып тұр, пульсын ұстап көрдіңіз, яғни соғып тұр пульсы. Ол әрине ес-түссіз жатқанмен, ол әлі клиникалық өлім белгілері жоқ. Демек, бұндай кезде жүрек өкпе реанимациясы жасалмайды. Ал екіншісі, ол биологиялық өлімнің нақты белгілері пайда болған кезде. Биологиялық өлім белгілері. Яғни, келдіңіз, денесі суып тұр. Денесі тырысып қалған. Содан кейін өлімнің дақтары, денесін қарағанда өлімнің дақтары белгілі болады. Ал үшіншісі, яғни көзін ашып қараған кезде, яғни кошачьего глаза дейді ғой, яғни мысық көз синдромы болады. Бұндай жағдайда жүрек өкпе реанимациясы жасалмайды. Келесі, сіз келдіңіз зардап шеккен аймаққа, оның кеуде тұсынан жарақаты бар, яғни кеудесінен қан кетіп жатыр. Бұл кезде жүрек өкпе реанимациясы жасалмайды. Өйткені жарақаттың үстінен сіз сол жүрек өкпе реанимациясын жасаймын деп, ары қарай жарақатын асқындыруыңыз мүмкін. Яғни осы жүрек өкпе реанимациясын білу, жалпы жасап үйрену, жалпы кез келген адамға міндетті. Сол үшін видеоны көріп лайк басып, өзіңіздің жақындарыңызға жіберіңіздер.